أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Мүміндердің анасы Джуайрия Харис қызы, Аллах оған разы болсын. Джуайрия, Аллах оған разы болсын. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, келместен 3 күн бұрын мен түс көрдім. Түсімде Ясриптан жылжыған ай қойныма келіп кірген екен деймін. Мен көрген түсім жайлы Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, келгенше ешкімге тіс жарғым келмеді. Ал тұтқынға түсіп қалғанымда осы түстің орындалуын тіледім. Түсім орындалып, Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, мені тұтқыннан босатып, маған үйленді деген. Джуайрия сабырлы, діншіл, сұлулығымен танылған, мәртебелі тектен шыққан Мусталиқ руының әйелі еді. Оның өз есімі Барра, әкесі Мусталиқ руының көсемі Харис ибн Абу Дирар. Мусталиқ Хузаға аталатын үлкен тайпадан тарайды. Анасының есімі тарих қалталарында қалып ұмыт болған. Ол жайлы бірде-бір кітапта дерек берілмеген. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, Барраға үйленгеннен кейін оның атын Джуайрия деп өзгертеді. Бұл есім пайғамбарымызға, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, ұнайтын. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, оған Ясриб қаласының есімі Мәдина атауына ауыстырылған жылы, хиджра жыл санауымен 5-ші жылы үйленеді. Бұл жыл тарихта ірі оқиғалармен белгілі. Мысалға айтсақ, Құрайштардың басқа да араб тайпаларымен, Надр халқымен, Ғатафан, Хабаш елдерімен одақтасып, қол біріктіріп, бірнеше мың әскермен Мәдина мұсылмандарына шабуыл жасауы. Бұл соғыста мұсылмандар жауға төтеп беру үшін бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып қорғанады. Олар Мәдина атырабынан терең әрі үлкен ор қазады. Қарақұм қалың жау әскері лажсыздан бұл бөгеттен қалай өтуді білмей, ордың алдына келіп тұрып қалады. Олар күннен күнге қауіп пен үрейді үдетіп, Мәдинаны торуылдайды. Бұл торуыл 27 күнге созылады. Ислам мен Аллах елшісіне, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын деген көкіректерінде ыза мен жек көру сезімінің табы қалған яһудилердің Құрайза тайпасы осы мүмкіндікті пайдаланып, мұсылмандардың жауларымен одақтасады. Құрайза тайпасы пайғамбарымыз Мұхаммедпен, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, өзара бейбітшілік сақтаймыз деп бекітілген келісім шарттарын бұзып, кәпірлерге қосылып, жаудың Мәдинаға кіруіне жол ашпақ ниетпен мұсылмандарға ту сыртынан келіп соқтығады. Әйтсе де, мұсылмандар Аллахтың жеңісіне сеніп, ақиқат үшін өліспей беріспей, өжеттілікпен күресіп, дұшпанның алпауыт қара күшін жер жастандырады. Бұл мұсылмандардың есебіндегі тағы бір ұлы жеңіс болатын. Келесі кезеңде мұсылмандар бір кездегі арқасынан келіп, пышақ соқпақшы болған 200-ді яһудилерге тарпа бас салып, ел болмас ежелгі дұшпандарын бас көтерместей етіп тізе бүктіреді. Сөйтіп, яһудилер істеген әрекеттері үшін қатаң жазаланады. Осы жылы жоғарыдағы Ахзаб шайқасының алдында Шағбан айында Мусталиқ руының Мәдинаға шабуыл жасау үшін әскер дайындап жатқаны мәлім болады. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, Мусталиқ руының қамалы ішіндегі қам-қарекеттің қалай белең алып жатқанына көз жеткізіп, біліп келу үшін Бурайда ибн Хусайб әл-Әсләми, Аллах оған разы болсын деген сахабасын барлауға жібереді. Бурайда амалын тауып, жасырын қамалға кіріп, келген мақсатымен төңіректі шолады. Ол қаруланған қалың әскердің тобын көреді. Олардың мақсаттары Мәдинаға шабуылдаумен қатар мұсылмандармен соғысып, Аллах елшісін, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, және жіберілген уахиды жою екендігін естиді. Мұны олар Қарақұм әскерінің көптігіне арқа сүйеп, ойластырып жатқан еді. Бурайда Мәдинаға оралып, көрген білгендерін түгелдей пайғамбарымызға, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, жеткізеді. Мән-жайға қаныққан пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, Мусталиқ тайпасының қамалына олардан бұрын күтпеген жерден тарпа бас салу үшін әскер әзірлеп, атқа қонуға жедел бұйрық береді. Аллах елшісінің, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, әскері оларға тұтқиылдан шабуыл жасайды. Мұсылмандардың қолдарындағы ақиқаттың жеңісі үшін биік көтерілген қылыштары жарқылдап, жүректеріндегі иман оты жалындай маздайды.
Олар пұттарды талқандап, жалғандық пен ширктің рәмізін бір жолата жоюды мақсат тұтып, дұшпанға ойсарата соққы береді. Нәтижесінде мұсылмандар еш қиындықсыз бір ғана кісінің шығынымен қамалды алады. Олжаға қой, түйелерді айдап, бас сауғалап қашқан жаудың әйелдерін тұтқындап, Мәдинаға оралады. Хабаршылар қуанышты хабарды жеткізгенде, қала тұрғындары жеңіс тойын тойлап жатқан болатын. Бұл жорық ислам тарихында Мурайсих шайқасы деген атпен сақталған. Тұтқындағы әйелдер арасында Мусталиқ руының көсемі Харис ибн Абу Дирардың қызы Барра болған еді. Ол Сәбит ибн Қайсқа, Аллах оған разы болсын, тұтқынға түседі. Барра құлдық өмірге түскісі келмей, одан өзін босатуды сұрайды. Сәбит ибн Қайс оның бостандығы үшін 9 кесек алтын талап етеді. Осы кезеңдерде ислам қоғамды құл иеленуден бір жолата тазарту үшін жаңа үкім енгізген еді. Бұл үкім бойынша кез келген құл өз қожайынынан сұраған құнын төлеу арқылы бостандық алуға құқылы еді. Ал құл иесі сұраған құнын құлы төлесе, онымен келісімге келіп, оған еркіндік беруге мәжбүр болатын. Барра мұндай құнды тұтқындағы жағдайында төлеуге қалтасы көтермейтіндігін жақсы түсінеді. Десе де, көнбістікке салынбай, бостандық талап етеді. Өзіне көмек қолын соза алатын адам табуды ойлайды. Ол үміт артқан жалғыз адам пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын еді. Өйткені оны адамдар осы үмбетке келген рақымшылық деп айтатын. Барра үлкен үмітпен құлдық өмірден азат етуін сұрап, Аллах елшісіне, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, келеді. Пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, есігінің алдына келген сұлу бой жеткеннің сол кезде жасы 20-ға толмаған. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, оның мұңлы жанары мен үмітке толы көздерін көреді. Ол пайғамбарымызға, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын: «Уа Аллахтың елшісі, мен мұсылманмын, өйткені Аллахтан өзге құдай жоқ, сенің оның елшісі екеніңе куәлік етемін. Мен Мусталиқ руының көсемі Харистің қызы Баррамын. Өзің жақсы білесің, басымызға күн туды. Мен Сәбит ибн Қайстың тұтқынына түстім. Сәбит мені өзіне тәуелді болу келісімімен босатты. Мен сенен қол ұшын беруіңді сұрап келіп тұрмын», дейді. Аллах елшісінде, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, оған деген рақымшылық оянғандай болады. Ол алдымен кемсітушілікке қарсы, бостандығы үшін аянбай күресетін, еркіндікті сүйетін, тұтқыннан және құлдық құрсауынан құтқаруды сұрап келіп тұрған әйелді көреді. Барра руы жеңіліп, күштері ыдырап, тұтқынға түскені бар, өлтірілгені бар, бас ауған жаққа қашқандары бар. Олардан үмітін үзсе де, өз бетінше еркіндік іздеуде еді. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, оған жанашырлықпен, аяушылықпен қарап, жәрдемдесу жолын қарастырады. Ал есік алдында жауап күтіп тұрған қызға бұл бір мезет бүкіл ғұмырдай болып сезілген еді. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, басын көтеріп, оған аяушылық білдіріп, «Мұнан саған жақсы болар ма екен?» деді. Қиналып тұрған қыз асыға, «Неден?» дейді. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, «Мен сені тұтқыннан босатып, саған үйленсем» дегенде, қыз жанары қуаныштан балбұл жайнайды. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, «Онда осылай болсын» дейді де, Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, Сәбит ибн Қайсқа Барра үшін сұраған құнын төлеп, оны тұтқыннан босатады. Оған үйленіп, оны Джуайрия деп атайды. Ол, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, Джуайрияға үйленумен Хузаға руының күйеу баласы болуды қалаған еді. Ол осылай еткенде ғана туыстық байланыстың әсерімен олардың жүрегі ақиқатты тани алатын шығар деген ой түйеді. Мұсылмандар пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, Мусталиқ руының басшысының қызына үйленгенінен хабардар болғаннан кейін, олар енді пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, туыстары, енді оларды тұтқынға ұстауға болмайды деп, тұтқындағы хузалықтарды босатады.
Аллах елшісіне оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, Жуайрияның тұрмысқа шығуы тұтқындағы руластарының бостандық алуына себепші болып, оларға зор пайдасы тиеді. Міне, осылайша Жуайрия Аллах елшісінің оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, әйелдерінің мүміндердің аналарының бірі атанады. Айша, Аллах оған разы болсын, ол өте сұлу, сымбатты, тартымды әйел еді деген. Жуайрия иманды, адал әйел еді. Кейіннен оның әкесі пайғамбарымызға оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын келіп, қызына бостандық әпергеніне ризашылығын білдіре, менің қызым тұтқында емес екен, осы үшін мен ризамын дейді. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, мұнда бір қайырлық көрмесең, мұны айтар ма едің дейді. Харис, жоқ әрине дейді. Содан соң Харис қызына келіп, не үйіне оралуына, немесе Аллах елшісімен оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын қалуына таңдау жасауын ұсынады. Қызы, мен Аллах пен оның елшісін таңдадым дейді. Харис ақылды қызынан мұндай жауап еститінін күтпегендіктен шамданып, өзін сансыз сұрақтың астына алып, мұны айтып тұрған расында да менің қызым ба? Ол мен білмейтін бір нәрсені білгені ме? Қызым Аллах пен оның елшісін таңдады. Демек, мұнда бір игілік бар деген ойдың жетегіне түседі. Харис Аллах елшісі мен оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, оның шақырған діні жайлы көп ойланып, оның ақиқат, шындыққа үндейтінін, ал еш пайдасы жоқ бұттарға құлдық ұрудың Аллах дініне қарсы әрекет екеніне көзі жетіп, ислам дініне кіреді. Ол пұтқа табынушылықты тастап, пайғамбарымызға оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын келіп, исламды қабылдағанын жариялайды. Онымен бірге екі ұлы да ере келеді. Міне, Жуайрия осындай игіліктерге себепші болған еді. Өйткені олар Жуайрия арқылы хақиқи сенімнің көзін табады. Жуайрия Аллах елшісінің оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын үйінде сыйластықпен тұрып жатады. Ол өте ғибадатшыл еді. Бірде пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын таң намазынан кейін оның бөлмесіне кіреді. Қараса, Жуайрия тәсбих айтып отыр екен. Мазалағысы келме тысқа шығып кетеді. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын бір айналып бесін намазының алдында кіргенде, оның әлі сол қалпында тәсбих айтумен шұғылданып отырғанын көреді. Аллах елшісі оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын оған, әлі сол мен таң ертең кірген кездегі қалпыңда отырсың ба? Деп сұрайды. Жуайрия, я уа Аллахтың елшісі деп жауап береді. Сонда пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, саған бұларды айтсаң, осы ғибадатыңнан жақсырақ болатын бір сөздерді үйретейін бе? Дегенде ол, әрине, уа Аллахтың елшісі дейді. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын оған, Субханаллахи ва бихамдихи, адада халқихи, ва рида нафсихи, ва зината аршихи, ва мидада калиматихи деп бірнеше рет қайтарсаң, таңның атысынан түс әлетіне дейін тәсбих айтып отырғаныңнан жақсы деген. Жуайрия пайғамбарымыздан оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын ислами тәлім тәрбие алады. Оны мұқият тыңдап, іс қимылдарынан көз жазбайды. Оның иманы күннен күнге болаттай бекіп, құрыштана түседі. Ол пайғамбарымыздың оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын көмегімен Құран оқуды және оның тәпсірін жетік меңгереді. Одан естіген сөздерін мықтап есте сақтап, оларды өмірінің үлгілі бастауы етеді. Аллах елшісі оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын қазасынан кейін Жуайрия одан естіген барлық хадистерін келер ұрпаққа жеткізеді. Оның есімі хадисті риуаят етуші ірі тұлғалардың арасында жиі кездеседі. Жуайрия ұзақ ғұмыр кешеді. Халифа Әбу Бәкір мен Омар ибн Әл-Хаттабтың кезіндегі исламның өркендеп, өрлеуінің және халифалар Осман ибн Аффан мен Әли ибн Абу Толиб, Мұғауияның, Аллах оларға разы болсын кезіндегі оқиғалардың, сонымен қатар ислам мемлекеті астанасының Дамаскіге көшірілуінің куәсі болады. Жуайрия Харис қызы
70 жас шамасында хижра жыл санауымен 56 жылы дүниеден өтеді. Оның жаназасын Маруан ибн Хакам шығарған. Оның денесі пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, әйелдері жерленген Бақиқ қорымына қойылады. Аллах елшісімен, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, қиылған некесі көп адамның Аллах тағаланы тануына себепкер болған мүміндердің анасы Жуайрия Харис қызы Аллахтың рақымына бөленсін. Айша, Аллах оған разы болсын, мен қауымына Жуайриядан көбірек берекелі пайда келген әйелді білмеймін деген. Мүміндердің анасы Жуайрияға Аллах разы болсын.